Жалпы атқа 5 жасымнан бастап мінем. Аттан көп құладық, аттың үстінде алып қашып кетіп, одан да жыладық, қызықты кездерде көп. Күнделікті мініп тұрам жалпы. Кейде енді кейбір жағдайлармен атқа мінбей қалған кездерім болады. 3-4 күнде бір апталап мінбей қалған кездерім болады. Кәдімгідей іздеп, сағынып, атқа мінгім келіп, жазық далада шапқым келіп, кең далада қанатымды жайып тұрып шапқым келіп, аттың үстінде самғағым келіп тұрады. Атты көрмесем кішкене жабырқап, кейде бір айлап та көрмей кеткен кездерім болады. Аттың ең бастысы мен аттың үстінде барлық қайғымды, мұңымды барлығын ұмытып кетемін. Сәлеметсіздер. Қалай? Біз сен үшін арнайы Тараз қаласынан осы Меркі ауданына келдік. Осындай Меркі ауданында 17 жасар шабандоз қыз бар дегеннен кейін бізге қызық болды кім екенін білу үшін. Сол үшін сенімен сұхбаттасу үшін келдік. Бізге осылай таныстырсаң өз ауылыңды. Жарайды, жақсы. Император екеуміз ауыл таныстырып келейік. Жақсы. Жалпы біз мен кішкентай кезден бастап қой бағамыз, сол кезден бастап атқа мініп үйренгенмін. Атамның жанында жүріп аттың бапталуын, қалай жайғалады, барлығын біліп, көріп, аттың бабын түсініп, кейіннен атпен жақын болған соншалық, кейін атпен сөйлесіп, аттың жайын түсінетін болып кеттім негізі. Аржан екеумізден естелік фото болсын, сурет кетсек. Аружан, мен сені танысқаныма өте қуаныштымын, себебі сен осындай мықтылығыңды, қайсарлығыңды көріп, негізі мен де атқа міне алам, аттың көзін білем, былай айтқанда атты жайғай алам. Бірақ енді сен сияқты керемет шабандозбын деп айта алмаймын, себебі мен бәрібір менде атқа деген қорқыныш бар. Жалпы қуаныштымын осындай қазақтың қайсар қыздары осылай өсіп келе жатқанына. Жалпы өзің осы 11 сыныпты тәмамдағаннан кейін қандай мамандық таңдағың келеді? Өзім бұрыннан бері іштей өзімді қандай мамандық ретінде көресің деген сұраққа өзімді актриса ретінде көретін, себебі тарихи киноларда атпен бірге түскім келетін. Болашақта сол мамандықты таңдағалы отырмын бұйырса. Бірақ журналистиканы таңдама. Журналистика өте қиындық мамандық. Как серуендеп қайтайық? Жүріңіз, қайтайық.